Мынау жалпы жетістіктер жөнінде біздің көші-қон елбасы көші-қон саясатының елімізге не бергені жөнінде Нәбіжан ағам жеткілікті айтты. Мен енді бас кемшіліктерді көбірек айтуға тырысамын. Өйткені сын үзілмей, мін үзілмейді. Ардақты ағайын, қымбатты туысқандар, біз бәріміз Қазақстан деп аталатын қасиеттердің иесі, мемлекет құрыш ұлттың өкілі ретінде ұлттық тұтастығымыздың келешегін саралауға арналған осы бір алқалы басқосу кезінде қазақ көшінің өткеніне де бір сәт көз жіберіп көрейік. Қазақстан үкіметі сонау тәуелсіздіктің қарсаңында қазақ көшін бастап кеткен болатын. Әсіресе тәуелсіздіктен кейінгі әлем қазақтарының тұңғыш құрылтайының қарсаңында ұлтымыз тарихында мәңгілікке алтын әріптермен жазылатын айтулы оқиғаларға толы болды. Еліміз бостандықтан бостандыққа шықты. Жат жұртта жүрген біз Қазақстан тәуелсіздігін жариялағанда бақыттан басымыз айланып төбеміз көкке екі жетпей қалған еді. Ендігі арман тәуелсіз қазақ топырағына қалай жетіп алатын. Кешікпей оның да көкжиегі көрінді. Еліміз өз тәуелсіздігін жариялағаннан кейінгі 2 апта өтпей жатып, 1991 жылдың 31 желтоқсанында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақ радиосы арқылы шетелдердегі қазақтарға арнап, қымбатты отандастар, ежелгі атамекеннен жырақтап қалған сіздерді кеше күнге дейін ата-баба жерінде қайта келе аламыз ба деген сұрақтардың алаңдатып келгенін мен жақсы білемін. Туған жердің түтіні де ыстық дейді халқымыз. Қандас бауырларымыздың байырғы ата қонысына тарту мақсатында адам правасы туралы еларалық ережелерді басшылыққа ала отырып, Қазақстан үкіметі басқа республикалардан және шетелдерден жерлерде жұмыс істеуге тек білдіруші байырғы адамдарын Қазақстанға қоныстандыру тәртібімен шаралар туралы арнайы қаулы қабылданды. Сондықтан атамекен келемін деуші ағайынға жол ашық, ата-баба аруағы алдарыңыздан жарылқасын деп ағынан жарылған болатын. Ол кезде қазақ радиосын қалт жүрмей тыңдап, елден жеткен газет журналдарды обырынан оқитынбыз. Тұңғыш қазақ құрылтайының қарсаңында жасалып жатқан қызу дайындық ежелгі ағайынның ықылас пейілі бізді ғаламат тәтсіздерге бөледі. Дүниежүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы сан ғасырға созылған бодандықтан соң тұтас әлем қазақтарына ғаламат рухани сілкініс тудырған тәлкек оқиға болды. Ата-бабамыз армандаған осы күнге дейін отаршылдық үстемдіктің тұсында біздің туған халқымыз өз басынан қандай нәубеттерді көрмеді. Ол туралы тұңғыш құрылтайда елбасы әрине бодандықтың аты бодандық, патшалық Ресейдің отаршылдығы басқа елдердің отаршылдығынан асып түспесе кеміскөн жоқ. Ұлан-ғайыр даламыз империяның меншігіне айналды. Тіліміз тәрік, тіліміз ғарып, мәдениетіміз мүшкіл, өзіміз міскін қалып ұшырадық. Өз жерімізде өзіміз қырғынға ұшырап, өз жерімізде өзіміз қуғынға түстік. Мыңдаған жандар қырылып, мыңдаған жандар ата-жөнін тастап кетуге мәжбүр болдық. Республиканың ұлттық құрамына таяу арада түзеп болмастай орасан нұқсан келтірді. Жеріміз азып, атамекенді озып кетті. Кербесіз Көкшетаудағы 80 көлдің сән азайып, айдын аралымыз тартылды. Абай туған Шыңғыстауда 40 жыл бойы Семей атом полигонын сынақтары сілкінтіп тұрды. Сарыарқаның шалғыны азып, жеріне аты Жетісудың жайлауы жетеді деп мұң шаққан болатын. Шынында отаршылдық үстемдік тұсында қайшы ноқтама, темір ноқтама, бодандық қамытын киген халқымыз атып асу мен құтараудан көз ашқан жоқ. Әсіресе өткен 20 ғасырда тұтас қазақты торғайдай тоздырып, мынадай қырған қасіретті кезеңдерге толы болды. Шығыста Гималайдан, батыста Берлинге дейін, оңтүстікте Тарымнан, солтүстікте Итжеккенге дейін жарты әлем бейбас халқымыздың қанымен боялды. Осындай ұлттық қасіреттен соң қайда қауымдасқан қазақ ұлты өзінің Қазақстандай азат елінде мен жарқын қауышып бақыт құшағына армансыз шалқыған күндер еді ол. Содан бері қазақ билігі көші-қон саясатын еліміздің стратегиялық саясаты ретінде табан күректей 20 жылға жуық уақыт табан жүргізді. Соның арқасында миллиондаған қандасымыз ел бұралды. Республика халқы 1,5 миллион қандасымыз ел толды. Өкінішке қарай тәуелсіздіктен бері қазақ көші дәл соңғы жылдардағыдай дағдарыс жағдайға тап болған емес. Дәлірек айтқанда қаңтарып тоқтаудың аз жағында тұр. Бұл жағдайға байланысты өткен жылы дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайында президент Нұрсұлтан Назарбаев өзі де соңғы 2 жыл бойы көшіп келу квотасының орындалмай жатқанын ашық мәлімдеді. Өткен жылдың желтоқсан айында ресми мәліметке сәйкес көшіп келу квотасы небәрі 30%-ға орындалған. Аталған құрылтайда елбасы
қандастарымыздың құжат тапсыруда, тіркеуге тұруда, азаматтық алуда кездесетін түрлі кедергілерді жоюға да құжат тапсырған болатын. Өкінішке қарай. Президент тапсырмасын орындауда біздегі атқарушы билік асықпайтын сияқты. Себебі ол кісі бұл сөзді өткен жылдың алғашқы жартысында айтқан болатын. Міне осы жылдың соңғы жартысы да аяқтауға жақын. Бірақ баяғы жартас сол жартас күйінде қалып отыр. Тіптен көрген қандастарымыздың жағдайы одан бетер қиындай түсті. Оның ең басты себебі бізде құзыретті биліктің өз қандастарымыздың жағдайын жылдан жылға қолдан қиындатып отырғандығы деретін. Атап айтар болсақ, республика үкіметі ең алдымен осыдан бірқанша жыл бұрын-ақ ешбір негізсіз, себеп сылтаусыз 1992 жылы жұмыстың қыркүйекте қабылданған шетелдерде қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстанда болған кезіндегі әлеуметтік экономикалық жеңілдіктермен қамтамасыз ету туралы нөмірі 791 қаулысын күшіне қойды. Соның кесірінен елге келген өз қандастарымыз мәртебесі келімсектермен бірдей болып қалды. Бұдан кейін 1999 жылдан бастап қолданысқа енген тағдыр-тәлкегімен бөлініп жарған отбасылардың халықаралық адам құқықтары пактері негізінде шетелдердегі туыстарын өздерінің жеке кепілдігі арқылы шақыртып алуының жолын жапты. Президенттің тапсырмасын аяқ асты етіп отырған үкімет халықаралық пактілерді қайтсын? Өткен жылдың 14 сәуірінде премьер-министрдің өзі қол қойған нөмірі 307 қаулысымен шетелдіктердің Қазақстан республикасында болуын құқықтық реттеудің жекелеген мәселелері деп аталатын 2010 жылы 28 қаңтарда қабылданған Қазақстан Республикасы үкіметінің 136 қаулысын өзгертулермен толықтырулар енгізу арқылы елге келетін өз қандастарымыздың Қазақстан Республикасында жағдайын мүлдем қиындатып жіберді. Соның кесірінен визасының мерзімі біткен сан мыңдаған қандасымыз сот шешімімен елден болып 5 жыл мерзімге дейін өз отанына Қазақстанға қайтып оралып құқығынан айырды. Міне осындай өз үкіметіміз тарапынан жасалып отырған жасанды тосқауылдардан кейін көші-қон квотасының орындалуын қалай үміттенуге болады. Одан да сұрақшысы, осы жылы үкімет көшіп келу квотасын 2015 жылға дейін тоқтату жөнінде қаулы қабылдады. Елбасымыздың түрлі кедергілерді жою жөніндегі тапсырмасының терісін істеп келген мәсім үкіметінің атсаққа кетуін қандастарымыз жылы қабылдады деп ойлаймын. Себебі елжіп аталған келісімдерді Серік Ахметов үкіметі жүзеге үміттенеді. Ал дәл қазір оралман қандастарымыздың басындағы ең үлкен қиындықтардың елге келгеннен кейін азаматтық алдағы әкімшілік кедергілердің есінің таңдауында. Өткен жыл қабылданған халықтық көші-қон туралы заңның жаңартылған нұсқасында оралмандар азаматтық алудың жеңілдетілген тәртібі қарастырылғаны айтылған. Әрине, заңдағы бұл жаңалық құқықтық жағдай. Бірақ жақыннан бері оралман ағайын азаматтық алуда өзі келген елінен қылмыс өткізбегендігі жөніндегі анықтама әкеліп шарт деп тағы қойып қосылды. Оған сол елдің осындағы дипломатиялық өкілдіктері растап бөрін басады екен. Басты елі білмеймін. Қытайда бұл мәселелер қашан заңмен реттелген. Мысалы, Қытай Халық Республикасы азаматтарының шекарадан кіріп шығу туралы Қытай Халық заңының 8-ші бабында төмендегі жағдайлардың біреу болса азаматтардың шекарадан шығуына тыйым салынады деп айқын жазылған. Бұған мыналар кіреді. Бірінші, қылмыстық жауапкершілікке тартылғандар және қоғам қауіпсіздік прокуратура сот орындарының біреу күдікті деп тапқан азаматтар. Екінші, сот аяқталған азаматтық дауыстарға іліккендер. Үшінші, жазасын өтеушілер. Төртінші, еңбек пен түзеу мекемелерінің тәрбиеленушілері. Заңнан әліппесі сауаты бар адамдардың барлығы осыған ұқсас заң талаптарының барлық елде бар екенін білмеу мүмкін емес. Соған қарамастан оралман қандастарымызға 20 жылдан аса уақыт қойылмаған бас артық талап қою кімге керек болғанын өз басымыздан бар. Алматы қаласы тұрақты тіркеудің адам айтқызын машақатын да айтпай кетуге болмайды. 2010 жылы Алматы қаласы мәслихаты қабылдаған тіркеуге тұрудағы адам басына 15 шаршы метрден кем болмау жөніндегі шешім қандастарымыздың басындағы жағдайды ерекше қиындатып жіберді. Бұдан елімізге оқу іздеп келген шетелдердегі қазақ диаспорасы ұл-қыздарының жағдайда кісі қызарып емес. Олардың оқу қабылданғаннан кейін уақытша тіркеу орындарының болмауы және тіркеу мерзімін солдыра алмауы және оған қабылданғаннан кейін азаматтық құжаттарын рәсімдей алмауы олардың өміріндегі ең басты қиындықтары саналады. Өткен жылы қабылданған халықтық көші-қон туралы заңның 33-ші бабының 1-ші тармағының 2-ші абзацында Қазақстан Республикасына білім алу мақсатында келген этникалық қазақтар оқуға түскеннен кейін тұрақты тұруға және Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау туралы өтініш беруге құқылы деген ерекше тағдырлық маңызы бар нормалардың болуына қарамастан жоғары және арнаулы оқу орындарының көбісі оларды жатақханаларға тұрақты тіркеуге қолдау бермейді. Әрине, құқықтық базада өзіндік кемшіліктерді жетіп артады. Мысалы,
халық көші-қон туралы 26 тармағында оралмандардың көшіп келу квотасына енгізуге келісім алған этникалық қазақтар мен олардың отбасы мүшелері, сондай-ақ оралмандардың көшіп келу квотасына енгізілген оралмандар мен олардың отбасы мүшелері Қазақстан Республикасының аумағына келген кезде көлік құралдарын қоспағанда жеке мүлкін кеден төлемдерін төлеуден босатады деп жазған. Байқап қараған адамға мұнда да мысық тілеуді біреулердің ағайынды алып, бір бөлігін шөміштің қаба бағытталған жат пиғылап ұлын құлақыл тияды. Тұтас 23 бап оралмандарға арналған жеңілдіктер мен басқа да көмек түрлеріне арналған соң мемлекетте салмақ салмай өз мүмкіндігімен елге оралған ағайынды тақ бір кінәлі адамдай бар жиған тәрбиені жат жұртқа қалдырып кеденнен 50 грамм жүгімен қарай өтесін деп міндеттеудің қандай қажеттігі болғанын түсінсем келмес. Міне енді көшіп келу квотасын 2015 жылға дейін тоқтатылуына байланысты елге оралған қандастарымыздың барлығы да бар жиған келген жат жұртты қалдырып келуге мәжбүр. Аталған жағдайға байланысты қазақ көшін қалыптарына бұру мақсатында төменде құқықтар мен құқықтық және әкімшілік шараларды жолға қолға алу қажет деп білеміз. Сөздің соңында осы рет елге келіп еңбек жеңілдіріп оралмандардың форумның қарар жобасын қабылдауға бірауыздан дауыс беруге шақырамын. Бірінші, Алматы қаласы бойынша қалалық мәслихат жанынан оралмандарды қолдау жөнінде арнайы кеңес құрылса. Екінші, Алматы қаласы әкімдігі жанынан арнайы мамандандырылған оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталығы құрылса. Аталған орталықта оралмандар азаматтық алғанға дейін уақытша және тұрақты тіркеуге, белгілі мерзімге дейін қамалуға, ал білім алу мақсатына келген этникалық қазақтардың оқушылары оқуға түскенге дейін уақытша тұрған мүмкіндік туғызылса. Биыл жұмысын бастаған жанашыр оралмандар қолдау орталық қала әкімшілігінің арнайы шешімімен оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталық ғимаратына арнайы орын берді. Оралмандардың жаңа орталық бейімдеу орнына дайын дейінгі барлық бағыттарға құқықтық көмек беретін азаматтық алымға дейін құжаттарын реттейтін, тіркелуіне көмек көрсетілетін оралмандардың арқасы орталығына айналса. Үшінші, әрбір азаматтың тіркелген аумағы 15 шаршы метрден кем болмауы жөнінде қалалық мәслихат шешімін қайта қарап, аталған шектен оралман ағайынға қолданбау мүмкіндігін қарастырса. Төртінші, 35 жылдан бері шетел қазақтары үшін шығып тұратын тәуелсіздіктен бері шетелдегі қазақ қандастарымызбен оралмандардың мәселесін үзбей жазып келе жатқан жазғызбастың төте латын кіріс жазумен шығатын еларалық шалқар газеті Алматы қаласы әкімдігі тарапынан қолдау көрсетілсе. Бесінші, республика аумағында көші-қонды басқару құзыретін ішкі істер министрлігінен алып, арнайы министрлік немесе агенттік етіп қайта жасақтауға. Алтыншы, 1993 қыркүйекте республика үкіметі қабылданған шетелдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстан Республикасында болған кезінде әлеуметтік экономикалық жеңілдіктермен қамтамасыз ету туралы 791 қаулысын қайта қалпына келтіруге. 2010 жылдың 14 сәуірінде премьер-министр Кәрім Мәсімов қол қойған нөмірі 307 қаулысын күшіне жойып, шетелдіктердің Қазақстан Республикасында болуын құқықтық реттеудің жекелеген мәселелер деп аталатын 2010 жылғы 28 қаңтарда қабылданған Қазақстан Республикасы үкіметінің 130 қаулысын қайта қалпына келтіруге. Жыл сайын 20 мың отбасыға арналған көшіп келу квотасын 2015 жылға дейін уақытша тоқтатып, жөнді үкімет қаулысын күшіне жоюға. 9. Шетелдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің Қазақстан өлкесінде кедергі сұрау үшін оларға еліміздің шетелдегі дипломатиялық өкілдіктеріне өз өтініштеріне сәйкес бір жылға еш кедергісіз мәртебе виза беруге. 10. Өткен жыл қабылданған халықтық көші-қон туралы заңның жаңартылған нұсқасында оралмандарға азаматтық алудың жеңілдетілген тәртібі қолданылып айтылған, бірақ жақыннан бері және бұл жағдайды жаңа айттым, енді осы жағдайдың үшінші жүзі деп ойлаймын. 11. Құқықтық халықтық көші-қон туралы заңның 30 жылдың 1 тармағындағы жазасында Қазақстан Республикасының білім алу мақсатында келген этникалық қазақтарға оқуға түскеннен кейін тұрақты тұруға және Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау туралы өтініш беруге құқылы деген этикалық маңызы бар бап бар. Соған сәйкес республика аумағында барлық жоғары оқу орындарында арнаулы оқу орындарында этникалық қазақ студенттерін жатақханамен қамтуға және Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдау туралы өтініш берушілерге еш кедергісіз қолдау хат беруге міндеттелген. Мысалы, егер осындай қолдау хат беріп, бізде мұншама мерзімге тұрақты тұруға мүмкіндік десе, бұл біздегі қаншама қандастарымыздың мүмкіндігін жақсы шешеді деп ойлаймын. 12. Халық көші-қон туралы 23 баптың 6 тармағында
оралмандардың көшпелі квотасын енгізу келісім алған едік қазақтармен, олардың отбасы мүшелері, сондай оралмандардың көшпелі квотасын енгізген оралмандардың отбасы мүшелері Қазақстан біздің аумағына келген кезде көлік құралдар қосылған жеке мүлкіне кеден төлемдерден босатылады деп жазылған осы бапта белгілі өзгертулер енгізілсе. Демек, әйтеу осы елге оралған барлық адам квота кіре ме, кірмей ме, шетелдегі мүмкін Қазақстанға кеден салымыз еш кедергі салып өтсе деген ой. Өйткені өздеріңіз білесіздер, шетел қазақтардың бәрі сирап шыққан кедей емес, оларда Сағынбай өзгерті бар да, жақында мынау Мұратхан Шоқан бауырым бір кітап құрастырып, шетелдегі қазақ кәсіпкерлерді көрдік. Қаншама ауқат азаматтар бар, олар елге өз мүлкімен, өзінің зауыттарымен, кәсіпкерлерімен келіп жатса, бұл бізге көп жақсылық жағдай әкеледі деп ойлаймын. 13-ші, 1999 жылдан бастап қолданыстағы тағдыр-тәлкінмен бөлініп жаралған отбасылардың халықаралық адам құқығы фактілері негізінде шетелдегі туыстарын өздерінің жеке кепілдігі арқылы шақырып алуының нақты жолдарын айқындауға Алматы қалалық әкімшілігі мен мәслихаты елбасына және республика парламенті үкіметіне арнайы ұсыныс енгізсе деп тілейміз. Демек, Алматының еліміздің мынау үкіметтің алдындағы Алматы қаласы әкімшілігінің салмағы басын, демек осы әкімшілік пен мәслихат ұсыныс жасаса, көп нәрсе дұрыс шешіледі деп ойлаймын. Рахмет.